Карабаева Дильназ, 4 З класс жетекші Асанова Айсұлу Саматовна. Мен көркемсурет лицейінде 10 жасынан бастап оқып келе жатырмын. Оқуымды әлі де жалғастырып, болашақ мамандығымды да өнермен байланыстырғым келеді. Осы жылы біз бітіруші сынып болған соң, мұғалімдеріміз алдымызға дипломдық жұмыс жасау мақсатын қойды. Онда біз оқыған жылдар бойы бар жиған біліміміз бен тәжірибемізді көрсете білуіміз қажет. Бұл жүн басу техникасында орындалған композиция «Көктем аруы». Жұмысында мен қазақ қызын, жалпы қазақ халқын, табиғатпен біртұтастығын, тікелей байланысын көрсеткім келді және көрсете алдым деп ойлаймын. Мұнда мен табиғатты қазақ қызы ретінде бейнеледім. Олардың арасындағы байланысты сіз қыздың жерге айналып, күнмен бірге тұтасып бара жатқанынан аңғара аласыз. Неге қазақ халқы десеңіз, ежелден бері ата-бабаларымыз табиғатты аялап, оған байланысты көптеген мақал-мәтелдер, аңыз-әңгімелер шығарған. Сондай-ақ жүн басу техникасы қазақ халқының дәстүрлі өнерлерінің бірі. Бұл техниканы таңдау себептері көп. Олар жұмыстың ерекше қайталанбас болып шығуы, жұмыс барысында алатын ғажап сезім және мен суретіме осы техника сай болуы. Киіздің жасалу жолына қысқаша тоқталып кетсек, алдымен жүн жұқалап көлденеңінен тігінен жайылады. Кейін қажетті қалыңдыққа жеткен соң сурет түсіріледі. Барлығы ойдағыдай болған соң ыстық сумен сабын араластырып басамыз. Өздеріңіз көріп кеткендей, бұл өте ұзақ, әрі көп назар мен шыдамдылықты қажет ететін жұмыс. Айтып кеткендей, жүн басу техникасы ежелден бері келе жатыр. Әжелеріміз қойын жүнін басу арқылы киіз үйлердің сыртын қаптайтын жапқыш, кілемдер, жылы киімдер және тағы басқа күнделікті тұрмыста қолданылатын заттар жасаған. Жұмысында мен табиғат әсемділігін, алуан түрлілігін көрсету мақсатында ашық, көзге бірден түсетін түстерді қолдандым. Және әр затқа түрлі реңктер, рефлекстер қосу арқылы оны одан әрі көркемдеттім. Алайда, оның шынайылыққа жақын болуында қаладым. Сол себепті гүлдерге көлемді форма бердім. Жұмыс барысында мен еш қиындық көрмедім. Себебі класс жетекшім Асанова Айсұлу Саматовна, сондай-ақ Бахыт Рүстемович және комиссия мүшелері өз пікірлерін айтып, нұсқау берді.